мәдениетімізден, ата-бабаларымыздан қалған бай мұраларымыздың, құнды жәдігерлеріміздің тарихынан сыр шертетін дүниелер біздің музей қорында сақтаулы тұр. Солардың бірі жез самаурындар. Халықтың тұрмыста қолданған жәдігерлерінің бірі самаурындар. Тарихи деректерге сүйенсек, ең алғаш самаурын Голландиядан Ресейге Петр патшаның алдыртуымен келген екен. Содан кейін самаурын жасау ісі қарқынды түрде дами түскен. Самаурын орыстың самовар деген сөзінен шыққан. Су, шай қайнатуға арналған тұрмыстық бұйым. Шар тәрізді, оттықты, қос құлақты, шүмекті, төрт аяқты, қақпағында бу шығаратын санлауы бар. Самаурын сары түсті жезден жасалған. Биіктігі 52, көлемі 80 см. Жақсы сақталған. Самаурынның бетінде Тула қаласында шығарылғаны жөнінде эмблема бейнеленген. Алғашқы самаурынды тұрмысқа келуші Тула қаласының қару-жарақ зауытының шеберлері Иван мен Назар Лисициндер. Олар 1778 жылы үкімет орындарының рұқсатымен жеке меншіктегі зауыт ашып, тұтынушылар өтінішін өтей бастаған. Самаурын қазақ жеріне 19 ғасырда этномәдени байланыс нәтижесінде, яғни сауда-саттық, айырбас, тарту-таралғы ретінде келіп, халықтың тұрмысына енген. Самаурын әркімнің қолы жете бермейтін дүниелердің бірі болды деуге де болады. Ең қызығы, самаурын қаншалықты ауыр болса, ол соншалықты қымбат тұрған екен. Ертеде ата-бабаларымыз самаурынды байлықтың, молшылықтың белгісі санаған.